Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін Pixoft компаниясы және Pixoft компаниясының дизайнері мен Асылжан. Сонымен бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз бұл лендинг пейдж, яғни біздің өте жақсы клиенттеріміздің бірі Жеңіс мырза. Жеңіс мырза өзі тренинг саласында жұмыс істейді, яғни бизнеске немесе қаржылық сауаттылық тақырыбында тренингтер жүргізеді. Жеңіс мырза бізге бір лендинг пейдж жасатқан болатын. Сол туралы бүгін әңгіме өрбітетін боламыз. Сонымен кеттік. Жалпы лендинг пейдждің тақырыбы бәрін басынан баста деген конференция жайлы болады. Бұл жерде дизайнер ретінде таңдағанымыз екі түрлі шрифт. Бұл элитность деген секілді білдіретін мынандай засечкасы бар шрифт. Және де екіншісі герой деген шрифт болады. Өте оқуға ыңғайлы, мобильный телефонда болсын, кішкентай сөздер өте көп жағдайда осындай шрифт қолданамыз. Бұл дизайнер ретінде. Таңдалған түстері бұл логотиптегідей қою сары түс және қараңғы қаралау түстерді қолдандық. Бірінші экранда обзор жасайтын болсақ, бұл жерде біз тақырыпқа акцент бердік, бәрін басынан баста деп. Яғни конференцияның тақырыбы бірден оқылу керек, сондықтан бұны үлкен бірінші планда оқылатындай қылып жасау керек болды. Байқасаңыздар, бұл жерде Жеңіс мырза туралы кішігірім ақпарат бар. 16 кәсіпті жерлеп, 7 кәсіпті бастаған секілді ақпараттар. Жеңіс мырза жайлы, сонымен қатар конференция туралы кішігірім ақпарат, дедлайн, мына жерде таймер бар, что 5 минуттың ішінде заявка қалдырып үлгермесеңіздер, қатысу құны үлкейеді деген секілді. Мұнда бізде дата бар, сонымен қатар конференция эффектін білдіру үшін біз бэк планға конференцияның суретін қойдық, яғни ар жағында аудиториялар тұр. Ол сіз осындай аудиторияда сабақ өтесіз деген сияқты эффектіні беру керек. Жалпы бірінші экранның обзоры осындай. Төмен қарай кете беретін болсақ, бізде уже курстың бағдарламасы кетеді. Курс өзі 3 күннен тұрады, яғни біз былай жасадық. Әрбір күнге обзор жасау үшін бір экранға полностью сол күннің обзорын жіберіп жібердік. Яғни бірінші күні сіз қандай тақырыптарды меңгересіз дегенге жауап беретіндей экран болу қажет. Сондықтан біз әрбір тақырыпты жеке-жеке жазып шыққан болатынбыз. Сол секілді міне екінші күннің обзоры, сосын үшінші күн. Және егерде мына күндерді толық оқып шыққан адам өзіне жақсы эффект алатын болса, ол бізге заявка қалдыру керек деген түйін болды. Сондықтан кнопка қосып қойдық. Келесі нәрсе бұл дәл қазір тіркелсеңіздер, осындай бонустар аласыз деген секілді блок. Яғни бұл да сайттың конверсиясын көтеруге, жоғарылатуға өте жақсы әсер ететін элементтердің бірі. Сондықтан осындай да блок қостық. Келесі бізде тарифтер, яғни қатысудың 3 түрлі тарифі болды. Стандарт, премиум, VIP. Және әрбір тарифтің өзінің преимуществолары бар. Мысалы, стандартта тек қана реалды конференц курсқа қатысу ғана мүмкіндік болса, премиумда курс біткен соң оның жазбасын алуға болады. Ал VIP-те тағы да 7 күн өзгеріс атты 7 күндік марафон сыйлыққа алады. Соған байланысты әрқайсының бағасы да әртүрлі болғандықтан олардың оформлениясында 3 түрлі қылып жасадық. Яғни қарасаңыздар, біріншісінде стандарт, екіншісінде премиум, үшіншісінде VIP деген секілді бейджиктарды қосып қойдық. Оны және де түстерімен ерекшеледік. Мысалы, ең стандартный бұл серый түсте, өте көп сатып алынатын премиум түсі ол сары, және де VIP сегмент уже қара түспен белгіледік. Тарифтерді жалпы осындай 3 бөлікке бөлдік. Яғни адам өзіне қажеттісін осы жерден оқып, таңдап, заявка бере алады. Мысалы, заявканы беруді басады. Мұнда төлем жүйесі бар. Ол жерде адам прямой төлесе болады, яғни аты-жөнін жазады, телефон нөмірін жазады, имейлін, қаласын жазу міндетті, сосын өзіне қалаған тарифін таңдайды. Қарасаңыздар, мына жерде бірінші кезекте 0 теңге деп тұрады. Өзіне таңдаған тарифін басқан сәтте сразу құны шығады.
Сонымен қатар бұны төлеу, яғни онлайн жүйеде жүргізуге болады. Төлем жасауды басады. Қазір басып көрейік. Пример жаза салайық мына жерге. Мән бермеңіздер. Міне байқасаңыздар, осы жерде бізге екі түрлі вариант беріледі. Біріншісі карта бойынша төлеу, екіншісі Google Pay бойынша төлеу. Біз карта бойынша картамен төлеуді таңдаймыз. Сол жерде картамызды енгізіп, прямой интернет покупка жасаған болып есептелеміз. Бұл бірінші төлем жүйесі. Екіншісі, біз Каспи арқылы төлесек болады. Яғни бұл жерде только Каспидің ақпараттары ғана шығады. Сол ақпараттарды ала отырып, біз өзіміздің телефонымыздан мобильный приложение кіреміз да, осы данныйлар бойынша осы реквизиттерге перевод жасаймыз. Сол перевод жасағаннан кейін бізде менеджерге чекті жіберу кнопкасы бар арнайы. Осы кнопканы басқан кезде біз WhatsApp-қа лақтырып жібереді. Яғни WhatsApp-та біз прямой жаңағы перевод жасаған кездегі чек бар ғой, сол чекті WhatsApp арқылы менеджерге жібере аламыз. Яғни бұл жерде де платеж жасалды деп саналады. Яғни бұл сайтта біз екі түрлі платеж жасаудың жолын көрсеткенбіз. Осыны таңдау арқылы адам өзіне ыңғайлы вариантпен төлей алады. Сонымен қатар бізде түсінбеген адамдар болса, оларға толығырақ білу үшін қоңырауға тапсырыс беріңіз деген батырманды қосып қойдық. Бұл уже түсінбеген адамдарға көмектесетін кнопка болып табылады. Тағы да қосымша айтарымыз, бізде курс аясында берілетін сыйлықтар туралы ақпарат бергенбіз. Яғни курста сыйлық аласыз деген ақпаратты бергенбіз. Сосын Жеңіс мырзаның өзі жайлы қысқаша ақпараттары. Бұның барлығы сайттың конверсиясын жоғарылатуға өте жақсы әсер ететін факторлар. Сондықтан біз негізгі ақпараттарда осылайша оформление жасап көрсеттік лендинг пейджда. Сонымен қысқаша лендинг пейдж туралы айтатын болсақ, бізде басты бет бар. Бұл жерде ең негізгі ақпараттар көрсетілген, чтобы осы ақпараттарды оқу арқылы келесі ақпараттарды, мысалы бірінші күн, екінші күн, үшінші күннің ақпараттарын оқуға құлшыныс пайда болу үшін бірінші бетте осындай негізгі сататын тексттерді жазғанбыз және оларды выгодно көрсеткенбіз. Бұл бірінші бет, екінші бетте, то есть екінші экранда бізде курстың бағдарламасы кеткен. Үшінші экранда дәл қазір тіркелсеңіз қандай нәрселер аласыз туралы ақпарат бар. Келесі бізде тарифтер туралы ақпарат, бонус, яғни сыйлық. Кейіннен Жеңіс мырза жайлы толық Жеңіс мырзаның Жеңіс мырза жайлы жалпы ақпараттар көрсетілген. Ең соңынан төлем жолдары көрсетілген. Осылайша біз лендинг пейджді максималды конверсияға алып келеді деген элементтерге толықтырдық деп есептейміз. Қазіргі күнде лендинг пейдж өте жақсы жұмыс істеп жатыр. Жемісін беруде деп айта аламыз. Қанша сатылым болып жатқаны туралы өкінішке орай айта алмаймыз, өйткені ол конфиденциальды. Жалпы лендинг пейдж осы. Мына жерде бізде телефоны көрсетілген, яғни мына кнопканы басқан кезде сразу мобильный телефонмен басатын болсақ, бұл звонок приложениесін лақтырып жібереді, яғни бірден звондап жіберуге болады. Ал мынау Инстаграмға лақтырады. Осындай ең соңғы жағында екі батырманы қосқанбыз. Бүгіндікке бұл лендинг пейдж жайлы ақпарат осы. Пайдалы болды деп сенемін. Егер де сізде осындай жоғарғы конверсиялы сайт қаласаңыз, бізге тапсырыс берсеңіздер болады. Әрдайым дайынбыз жұмыс істеуге. Қош, сау болыңыздар.